Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары. Армысыз қазақтың боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының, шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген-ай мен даналықты, әңгіменің өзек ететін құтты білік хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі сазбен, әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ағзер Әбдірайымова. Бүгіндегі жастарға оқу міндет, тек қана оқу менен өнер білмек. Кешегі Сұлтан Махмудтың бұл сөзі дәл осы күнге арнап айтылған ба дерсіз. Қазір ата-ана қайтсе де баласының көштен қалмай жеткілікті білім алуына елеңдейтін. Білім дүниесіндегі әрбір өзгерісті қадағалап қалт жібермейтін. Және ел мақтаған, оқушы жақтаған, бүгінгі білімді жақсы үйрете алатын. Білім берген оқушысы топ жаратын, сапалы, жаңашыл мұғалім іздейтін заман. Ал жаңашыл мұғалім қандай мұғалім? Баланың мәдени сауаттылық пен білімділіктің жаңа деңгейіне шығуына жағдай жасау міндеті алға шығып тұрған заманда мұғалімге қандай талаптар қойылуда? Бүгінгі ақпарат ертең өзгеріске түсіп жататын заманның ағымына ілесіп, сол жұртшылықтың сұранысына, мемлекеттің талабына сай болу үшін оқытушы не істеу керек? Телефон мен ғаламторға телмірген бүгінгі ұрпақты пәнге қалай қызықтыруға болады? Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі әңгімеміздің арқауы осы сұрақтар болмақ. Хабарымыздың қонақтары өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының кафедра меңгерушісі, жаңашыл педагог төс белгісінің иегері, филология ғылымдарының докторы Меруерт Бейсенбаева және Алматы облысы Іле ауданы Әнуар Молдабеков атындағы нөмір 6 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, жаңашыл педагог Нұргүл Әбдірахманова. Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім. Меруерт Кенжеғұлқызы, жалпы бүгінгі жаңа білім мазмұны деп жатырмыз. Бұрынғы білім мазмұны оның қанша дегенмен ерекшелігі бар, мазмұн жағынан да, оларды беру әдіс тәсілі жағынан да. Бұл бағыттағы біздің бүгінгі сұраныстағы мұғалім, бүгінгі жаңа сіз айтып отырған жаңашыл мұғалім, жаңа формациядағы мұғалім деп жүрміз. Жалпы ол қандай болу керек және бүгінгі мұғалімге артылып отырған жүк қандай дегенмен өзімізді бастасақ? Жақсы, негізінен енді жаңашыл педагог заман талабына сай педагог болу керек. Ең біріншіден адамгершілік тұрғыдан алған кезде мұғалімнің адамгершілігі жоғары болу керек. Өзінің мамандығын нағыз сүйетін мұғалім болу керек деп ойлаймын. Себебі бұл жерде білім, бала тәрбиесі қазіргі кезде ең негізгі міндеттердің бірі. Жас ұрпақ тәрбиесі бұл өзекті мәселе. Сондықтан тәрбиенің өзі осы мұғалімге тікелей байланысты. Мектепте оқушы қалай білімді алады, оның келешекте жақсы адам болып, Абай атамыз айтпақшы, дүниеге бір кірпіш болып қалануы да осы мектептің қабырғасынан басталады. Дегенмен енді айтамыз ғой, отбасынан беріледі тәрбие, бірақ енді бастау көзі отбасынан болса да, әрі қарай мұғалім соны үйретіп, бағыт бағдар беріп, өмірге бейімдеу бұл мұғалімнің үдесінде деп ойлаймын. Жалпы мұғалімге артылатын жүк осында. Енді қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Енді әрине мемлекетіміз әлемнің дамыған елдерінің қатарынан көріну үшін білім саласында да үлкен осындай жаңалықты қажет етеді. Бір мұғалімді түбегейлі біз түбірімен оны өзгертіп жібермейміз, бірақ дегенмен де сол көштен қалмау үшін мұғалім қандай болу керек? Мұғалім өте білімді болу керек, мұғалім актіге қабілетті болу керек, құзыретті болу керек, коммуникативті болу керек. Кез келген тығырықтан шығатын, ситуацияны жеңе алатын, ол мықты тұлға болу керек, мұғалім шебер болу керек деп ойлаймын. Енді Нұргүл Касамбарқызы, жаңашыл мұғалім деп айтылып отыр. Ол атақ па жоқ, марапат па жаңашыл мұғалім деген? Жоқ, менің ойымша жаңашыл мұғалім деген ол ешқандай атақ та емес, ешқандай жаңаға біліктілік санатына да байланысты емес. Әрбір педагог өзінің жүрегінде мына жаңа заман талабына сай болғандықтан ол жаңашыл болу керек, ол ұстаным болу керек. Жалпы қай пәннің мұғалімі болса да өз пәніне оқушылардың қызығушылығын ояту керек. Бала пәнге қызықпайынша оның пәнге деген сүйіспеншілігі оянбайды.
Сондықтан әрбір пән мұғалімінің негізгі міндеті пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі әдіс тәсілдерді тиімді қолдана білу. Яғни ол әдіс тәсілдерді тиімді қолданған мұғалімнен жақсы шәкірт шығады. Өйткені оның сабағына біріншіден қызығады, екіншіден мұғалім креативті болу керек. Әртүрлі жағдаяттардан шыға білу керек. Және әртүрлі әдіс арқылы пәндік мазмұнын бала бойына терең сіңіре білу керек. Сол кезде ғана оның жаңа пәндік мақсаттары жүзеге асады, сол арқылы ғана пән мұғалімі ұтады деп ойлаймын. Және әр сабағынан бір өнім шығара алатындай, өнімді, табысты, нәтижеге жететіндей жақсы сабақтар көрсете білу керек. Сонда ғана ол жаңашыл болады. Сіз қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімісіз. Иә. Сабақ барысында жаңашылдығын қай жағынан, қай қырынан көрсетіп жүрсіз? Бір мысал келтіріңізші, мысалмен былай қызықтыру мүмкін деген сияқты. Мысалы, мен қазіргі мына заман ағымынан қалмайық деп жасанды интеллектіні көп пайдаланып жатырмыз. Біріншіден балаларға қызық деп ойлайсыз бір жағынан. Қызықты болсын деп. Сосын компьютердағы PowerPoint деген бағдарлама бар ғой, соның қалыпты формаларынан гөрі жаңаша презентациялар түрін қолданамыз, жаңаша ойын түрін, геймификацияны қолданамыз сабақ барысында. Баланың шығармашылық деңгейін арттыру үшін әртүрлі сұрақтар қою, сұрақтар стратегиясын көп пайдаланамыз. Міне сол арқылы баланың ойын ояту арқылы, шығармашылыққа итермелеу арқылы, бір жаңашылдық, жаңаша ойлауға, жаңаша ізденімпаздыққа итермелеу арқылы біз де табыстарға жетеміз. Жаңашыл ұстаз деген осы дейсіз ғой. Иә, жаңашыл ұстаз деген жаңа нәрсеге құмарлық. Ол бір жаңа нәрсені үйреніп алып, сол күйінде тоқта қалу емес. Ол үнемі жаңағы даму үстінде, жаңашылдықты үйрену үстінде болғанда ғана жаңашыл мұғалім болады. Меруерт Кенжеғұлқызы, жалпы шетелдік басылымдарда бірқатар мақалаларыңыз жарияланған екен. Сіз ең алдымен мектепте мұғалім болдыңыз. Мақалаларыңыз қай бағытта жазылған? Осы білім беру әдістемелік бағытта ма? Жалпы біздің мектепте сабақ беріп жүрген ұстаздар, бүгінгі мұғалімдер шетелдік басылымдарда мақалалар жариялап жүрме деген сұрақ қой. Жалпы мұғалім ойлаймын, мектептің қабырғасында күнделікті сабақ беруші, оқу үдерісін ұйымдастырушы болып қана қоймай, енді біз жаңа Қазақстанның жаңа модельдеуші мұғалімі қандай болу керек деген мақсатта, ол жан-жақты болу керек деп айтып жатырмыз ғой. Ол әртүрлі тілді білу міндеттемейміз, бірақ дегенмен де әрбір тұлғаның өзінің құзыреттілігінде. Сондықтан да енді сұрап жатырсыз ғой, жалпы мақалаларды қандай мақсатта жазасыз деп. Бұл жерде ғылыми тұрғыда, сонымен қатар біздің ұлттық құндылығымызды, менталитетімізді дәріптеу мақсатында, өзіміздің халқымызға тән бір ерекшелігін көрсету мақсатында жазылатын мақалалар, олардың барлығы ғылыми. Оның бәрі қайдан бастау алады? Енді мен филолог болғандықтан көбіне осы тілді, пәнді оқытуда аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, оқушыға қандай білім береміз, оны қалай үйлестіреміз, ол қайткенде мақсатқа жетеді деген сұрақтардың төңірегінде өзімнің осы жасап жүрген осы уақытқа дейін тәжірибемді жинақтау мақсатында, неліктен біздің мемлекетімізде өзіміздің Қазақстанның мұғалімдері әлемдік деңгейде өздерінің іс тәжірибесін таратпасқа деген сауалға жауап десеңіз болады. Ол енді сіз мектепте жүргенде, сабақ беріп жүргенде жазылған дүниелер емес, кейін нақты ғылыммен айналысқан кезде жазылған дүниелер негізі. Мен де мектепте өзім тәжірибе жинақтадым. Мектепте тәжірибе жинақтадым, орта білім беру ұйымдарында тәжірибе жинақтадым, жоғары оқу орнында тәжірибе жинақтадым. Енді қазір кезде біз осы біліктілікті арттыру саласында қызмет етіп жатқандықтан мұғалімдерге сол саясатты, яғни біліктілікті арттыруды, оқу үдерісі мен тәрбие үдерісін үйлестіру мақсатында жаңашыл педагогымыз қандай болу керек деген мақсатта енді біз қазір педагогтердің біліктілігін арттырып жатырмыз ғой. Сондай мақсатта. Мұны сұрап отқан себебім, бізде мысалы 71 мыңнан асатын зерттеуші, 3,5 мыңдай шебер мұғалім бар екен Қазақстан бойынша. Жалпы мұғалімдердің біліктілік санаттарына қатысты айтып отырмын. Санатқа қатысты айтып отырсыз ғой. Мысалы, сізге себепкер ретінде алып келіп отырмын бүгінгі студияға. Бізде енді Алматы облысында қаншама мектеп оқу орындары бар, білім ошақтары бар. Бір соның куәгері ретінде Нұргүл ханымды алып келіп отырмық. Себебі Нұргүл біздің біліктілікті арттыру курсын өтті. Курстан кейін қолдау көрсету мақсатында түрлі біздің тарапымыздан болсын, немесе сол білім ошақтарының тарапынан болсын ұйымдастырылып отырған әртүрлі шараларға, яғни семинар болсын, конференция жұмыстары болсын, сол жерде тәжірибесін алмасты. Өзінің осы тәжірибесінің нәтижесі ретінде ғылыми әдістемелік көмекші құралдарды жазды. Яғни соның көрсеткіші ретінде біліктілікті арттыру курсынан өте отырып, өзінің санатын көтерді, яғни шебер дәрежесіне жетті ғой. Мысал ретінде.
деңгейде. Иә. Біздің зерттеуші мұғалімдер сол зерттеушілік деңгейіне жете алатындай, сол талапқа жауап бере алатындай ұстаздар алдарыңызға келіп жатыр ма деген нәрсені сұрайын деп едім. Әрине. Ұстаздар Деңгейлері өте жоғары ұстаздар баршылық, солай ма? деңгейлері өте жоғары ұстаздар баршылық. Сонымен қатар ол тек қана зерттеушінің қатарында ғана бар деп айта алмаймыз. Себебі қазір мысалы жас мамандар бар, мектепке жаңадан қабылданған кезде ол педагог немесе педагог тағылымдамашы болып келеді ғой. Мінекей осы жастарды біз әсіресе қуанышпен айта аламыз. Себебі жоғары оқу орнынан келген жас маманды мүмкін ол зерттеушілік жағы, тәжірибелік жағынан аз болуы Ақсап жатуы мүмкін дейсіз ғой. Бірақ олар АКТ-ға сауатты, оқушымен тез, жылдам байланысқа түскіш, жақсы жағымды ахуал орната алып отыр. Жас мамандардың арасында да керемет мықты мамандар өсіп келе жатыр. Енді Нұргүл, сізден сұрайын деп едім. Сіз ауыл мектебінде сабақ бересіз. Бізде осы бір қасаң бір сондай түсінік қалыптасып қалған. Ауыл мектебі мен қала мектебінің арасында үлкен айырмашылық бар. Ауыл мектебінің ұстаздарының дайындалуға мүмкіндігі болмайды деген сияқты бір сондай түсінік әлде де бар сияқты. Ауыл мектебі мен қала мектебінің айырмашылығы біреу атауында ғана деп ойлаймын. Себебі біреу ауыл, екіншісі қала деп аталып тұр. Біріншіден, екіншіден, мұғалім қандай жерде болса да ол мұғалім. Үлгермей қалу, айырмашылық болу деген ол есепке алынбайтын дүние. Себебі оның алдындағы отырған бала ауылдың баласы болса да, қаланың баласы болса да ешқандай кінәсі жоқ. Біріншіден, екіншіден ол білім стандартына бағытталып білім алатын, білім алушы біздің алдымызда тұрған. Оған барған мұғалімде барлығы бірдей білім алған мұғалім. Барлығы бірдей оқу орындарына, жоғарғы оқу орындарына сен ауыл мектебіне барасың, немесе сен қала мектебіне барасың деп алдын ала ешкім бөлмейді. Сондықтан әрбір оқытылатын педагог, әрбір оқытылатын мұғалім қай жерге барса да мұғалім екендігін бірінші ұмытпау керек. Және оның алдындағы оқушы білім алушы болғандықтан ол барлығына бірдей сәйкес стандартта білім алуға тиісті. Айырмашылық тек қана әлеуметтік жағынан болуы мүмкін ба? Әлеуметтік жағында. Қамтылу жағынан мысалы, қамтылу, материалдық, техникалық база жағынан болуы мүмкін енді, ол жағынан айырмашылық. Мысалы, қала мектептері енді қалалық жерде болғандықтан көп нәрсе қолжетімді ғой. Оларда жаңа интерактив тақтада болуы мүмкін. Оларда жаңағы LED экрандарда болуы мүмкін, неше түрлі сенсорлы тақталарда болуы мүмкін. Ал енді ауылдық жерлерде әрине о жағынан кішкене болмай да қалуы мүмкін. Кемшінде болуы мүмкін. Сондықтан сол жағынан болмаса, басқа ешқай жағынан айырмашылық көрмеймін. Ол ауыл, қала мүмкін орналасу қашықтығына, орналасуына байланысты болуы мүмкін. бала санына, мұғалім санына болуы мүмкін. Мұғалім санына, бірақ бала саны, мұғалім саны деп те айта алмаймын. Себебі қазір ауылдық жерлерде мектебінде оқушылары өте көп. Мектептерде бар. Шағын жинақталған мектептер. Бірақ дегенмен де тағы да айтамын, бұл жерде Абай атамыздың өзі айтады ғой, 3 нәрсе адамның қасиеті дейді. Жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат. Демек, педагогтың бойында осы қасиеттердің бәрі болатын болса, ол сабақты LED экрансыз-ақ әдістемені түрлендіріп, оқушының қызығушылығын арттырып, өзінің пәніне деген сүйіспеншілігін орнату арқылы сабақты өз мақсатына жеткізуге болады деп ойлаймын. Барлығына бірдей беріледі ғой, оқу мақсаты бірдей беріледі.